Газдалған сусындар адам ағзасына өте зиянды. Асқазанның түктерін кетіреді. Сүйектегі кальцийді азайтып жібереді. Деген сияқты видеоларды күнделікті әлеуметтік желіде жекеленген мамандар қақсап айтып жатыр. Айтуының кемісі жоқ енді. Жарайды, газдалған сусындардың адамға берер зияны бар шығар дей тұрған мен. Алайда, қараңыз, газдалған сусындардың зиянына қарағанда олар жайлы беріліп жатырған, айтылып жатырған информациялар әлде қайда зиянды. Сондықтан газдалған сусындардың зиянына қарағанда олар жайында айтылып жатқан ақпараттар онан да зиянды. Сондықтан мысал келтірейін, мынау қара су. Су күнделікті күніге әр адам 2 литр су ішіп отыру керек, ол денсаулығына пайдалы. Алайда мен ол информацияны негативке ауыстырамын. Бұл су сізге өте зиянды. Су адам ағзасына қауіпті. Сіз суды іше беретін болсаңыз, күніге 2 литр су ішетін болсаңыз, ауырып қалып жатып қалуыңыз мүмкін деген сияқты информацияны күнделікті айта беретін болсам, сіз келесі су ішуге қорқып тұрасыз. Сізде дүрбелең пайда болды, тревожность. Су ішетін кезде аяқ қолыңыз қалтырап, іше алмай да қалуыңыз мүмкін. Көрдіңіз ба? Демек, достар, информация сол тауардың өзіне қарағанда әлде қайда зиянды, немесе әлде қайда пайдалы болуы мүмкін. Мысалы, бір витаминді реклама жасайды. Ол витамин сізге мүлдем пайдасын бермеуі мүмкін. Алайда сіздің миыңызға алдымен наным сенімді орнатып алса, әлгі витаминнің сізге сондай бір пайдалы екенін, сіз оны ішсеңіз, ол действительно пайдалы болады. Түсінесіз ба? Өйткені сіздің сеніміңіз сізге пайда беріп жатыр, витамин емес. Немесе сіздің сеніміңіз сізге зиян беріп жатыр, ол газдалған су емес. Түсінесіз? Сондықтан мен осы жерде діни маман ретінде бір дәлел келтірейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: кімде-кім күнде таңда 7 әжуа құрмасын жейтін болса, ол адамға у әсер етпейді дейді. Қараңызшы, 7 әжуа құрмасын жеп, артынан у ішетін болсаңыз, сіз өлмейсіз. Сізге зиян келмейді екен. Егер қараңыз, сіз әжуа құрмасын жеп алып, у ішсем маған зиян болмайды деген нәрсеге сенбейтін болсаңыз, онда у іше көрмеңіз. Ол міндетті түрде сізге зиян береді. Бұл жерде сізді құтқаратын әжуа құрмасы емес, сіздің сеніміңіз. Соның үшін пайғамбарымыз басқа бір хадисте айтады: иннамал амалу бинният, амалдар ниетке байланысты. Яғни амалдарың сіздің наным, сенім, ниетіңізге байланысты. Сіздің сеніміңіз, ниетіңіз қалай болады, амалдарыңыз соған жараса болады. Көрдіңіз ба? Бізге зиян беріп жатқан нәрсе газдалған сусын емес, басқа нәрсе емес. Солар жайында айтылып жатқан информациялар, келіп жатқан информациялар бізге әлдеқайда зияны көбірек. Сондықтан мына сананы теріс, негативті информациялардан сақтаңыздар. Менің 80-нен асып өмірден озған атам болды. Өмір бойы газдалған су ішіп өтті. Неге оған ешқандай зиян берген жоқ? Өйткені ол кісі газдалған сусындар туралы негативті информациялар мүлдем қараған емес өмірінде. Ол кісі әлеуметтік желіде сағаттап отырған емес. Әлеуметтік желіде сағаттап уақытыңызды өткізе беретін болсаңыз, ол жерден миыңызға бүткіл мусорды, ластықтарды жинап аласыз. Сіздің реальный әлемде, шынайы өмірде өмір сүруіңіз қиындай беретін болады. Сондықтан шығыңыз, шынайы әлемге шығыңыз. Жеке өміріңізді сүріңіз. Әр нәрсеге сеніп кете берудің қажет жоқ. Ең басты мына жерде наным сенімді жақсы қалыптастыратын болсаңыз, сізге еш нәрсе зиян бермейтін болады. Алла өміріңізге берекет, бастарыңызға амандық, дендеріңізге саулық берсін. Аман жүріңіздер.